Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге қазағымыздың ұлттық тағамы әсіп дайындаймыз. Мен сіздерге бүгін моншақ әсіптің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Әсіп жасау үшін бізге қажетті қойдың өкпесі, өкпені алдын ала тексеріп аласыздар, ақ түйіндері және де домалақша, шандырша болмау керек. Және де менде қойдың жүрегі, қойдың өкпесі, бүйрек және де өкпе мен бауырдың ортасында болатын осындай көк еттерді де ет тартқыштан өткізіп қосып жіберетін боламын. 130-140 грамдай іш май қажет болады. Орташа 3-4 пияз қажет болады. Және де мен бүгін моншақ әсіп жасағандықтан осында сиырдың аш жегін қолданамын. Оны да тұзды суға жуып, жақсылап дайындап алдым. 150 грамдай, яғни бір кесеге кішкене жетпейтін күрішті жақсылап жуып, ыстық суда жібітіп қоямыз алдын ала. 400 грамдай фарш қажет болады. Осылар, ең бірінші кезекте пияздарымызды қолмен ұсақтап турап алатын боламыз. Пияздарымызды ет тартқыштан өткізбей, осылай қолмен турайтын болсақ, біздің әсіптеріміз өте дәмді, сулы болып шығатын болады. Пияздарымызды дайындап алғандықтан, енді өкпемізді ет тартқыштан өткіземіз. Өкпеміз өте кеш пісетіндіктен, осындай 2 қайтара ет тартқыштан өткізіп алыңыздар. Қалған жүрек, бүйрек, іш майларды да ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Чеснок болса, осы чеснокты да ет тартқыштан өткізіп алыңыздар. Менде жоқ болғандықтан мен бүгін қоспадым. Барлығын осылай ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін, үстіне фаршымызбен дайындап қойған пиязымызды саламыз. Алдын ала жібітіп қойған күрішімізді саламыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, 1 кеседей жылы су құйып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып, жуып дайындап қойған шегімізге салатын боламыз енді. Шекке қатты нығыздап салуға болмайды. Шегіміз қайнатқан кезде жарылып кетуі мүмкін, сондықтан босырақ қылып саламыз. Егер сіздерде дастарханға холодный сорти ретінде қоятын болсаңыздар, онда бүйенге салып жасағандарыңыз дұрыс болады. Шегімізге барлығын
осылай салып аламыз. Артық ауалар болса шығарып жіберетін боламыз қолымыздың көмегімен. Міне барлығын мен салып шықтым. Қатты тығыздаған жоқпын, байқасаңыздар. Видеода көрсетілгендей етіп жіппен сосиска тәріздес етіп осылай байлап шығатын боламын. Үлкенірек қылып, ұзынша қылып істегілеріңіз келсе, кішкене үлкенірек қылып байлауларыңызға болады. Барлығы өз еркілеріңізде. Міне осылай барлығын байлап шығатын боламыз. Екінші әсібімізді де дәл осылай байлап шығатын боламын. Міне дайын болды. Мен барлығын пісірмеймін, жарты бөлігін мұздатқышқа салып қатырып қоятын боламын. Ал қалған бөлігін мұздай суға салып, міндетті түрде мұздай су болу керек. Қайнайын деп келе жатқанда осылай зубочистканың көмегімен тесіп жіберетін боламыз. Көбігін алып, дәміне қарай тұз саламыз. Сорпаның тұзын татпасақ, әсібіміздің де тұзы шықпай қалатын болады. Сорпаға шығып кетіп. Және де осындай лавр жапырағын және де бір бүтін пияз салып жібереміз. Бетін жауып, осындай бүлкілдетіп, 1,5 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Міне менде дайын болды. Осы кезекте сіздермен ешкім біле білмейтін әдіспен бөліскім келеді. Осылай сүзіп алмай өз сорпасында суытатын болсаңыздар, әсіптеріңіздің сырты қарайып кетпейтін болады. Суытып барып, осылай қоратын боласыздар. Мен асығыс болғандықтан сразу сүзіп алып, осылай екі жақ бетіне қуырып ұсынатын боламын. Сіздер суытып алыңыздар. Содан кейін барып осылай табамызға кішкене май құйып, екі жақ бетін қуырып ұсынсаңыздар, өте дәмді әрі түрі әдемі болып шығатын болады. Тура осылай сіздер тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Қонақтарыңызды да, клиенттеріңізді де таңғалдыратындарыңызға сөзсіз. Міне осылай. Мен асығыс болғаннан кейін осылай сразу алып, қуырып алдым. Осымен әсібіміз дайын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.